Қайырлы күн, құрметті ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Бүгін үкімет отырысында ауыл аймақтарды дамыту мәселесі талқыланды. Осыған орай хабарымызға Қазақстан Республикасы өңірлік даму вице-министрі Серік Мақашұлы Жұмағарин мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет көп. Сержан, қайырлы күн. Құрметті көрермен, бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Байланыс телефонымыз 55-37-10. Сауалдарыңыз болса хабарласуға болады. Сержан, мен былай дайындалып едік, бүгін екеуміз келіскенде кеше орыс тілінде. Бірақ бүгін үкіметтің отырысы аяғынан бастап соңына дейін мемлекет тілде, қазақ тілінде өтті. Сондықтан мен бұл мәселені қазақ тілінде жүзуге қойып отырмын, осы мәселені жөнге тауып отырмын. Сондықтан сізге рахмет, келісіп, осы мемлекет тілде осы бағдарлама бүгін жүргізілді. Тағы да айта кетейін дегенім, Серік Нығметұлы Ахметов, үкімет басшысы, ашылу мәжілістің үкіметтің отырысын ашылу саласында айтқан сөзі, бұл біріншіден елбасының тапсырмасы деді. Елбасының тапсырмасы. Оның үстіне ол кісінің бақылауында тұрған нәрсе. Осыған байланысты бізде жол картасы бар, дамып жатқан. Одан кейін барып біздер қазір ауылды округтардың әкімдерін сайладық, олардың өкілеттігін ұзарттық или кеңейттік деп айтуға болады. Осыған байланысты менің сұрағым мен туайындап отырған. Бүгінгі күнде ауылдың жағдайы қалай? Өзіңізге белгілі. Ауылда қазір қанша халық тұрады? Ауылда қазір 7 миллиондан астам халық тұрады. 7-6 миллион адамдар тұрады. Біздің енді тұрғындардың саны 46% адамдар, тұрғындарым, азаматтарымыз ауылдарда тұрады қазіргі уақытта. Өзіңізге белгілі, жақында 2004-2013 жылдарда ауылдық елді мекендерді дамыту бағдарламасы болды, мемлекеттік бағдарламасы. Онда біраз шаруа бітірді, біраз нәрселер істелді, жолды ремонттадық, әлеуметтік, денсаулық, мектептер салдық, 1 триллиондай қаржы бөлінді. Ауылға деген? Ауылға, тек ауылға арналған арнайы бағдарлама болды. Қазір уақытта сол 10 жылдан бастап арнайы бағдарлама жоқ. Бір өзекті әрбір министрлігінің бағдарламасы бар. Мысалы, мемлекеттік бағдарламасы бар, денсаулық бағдарламасы, білім бағдарламасы бар. Өздерінің енді әрине өзінің мақсаттары бар жететін. Мектеп салу, аурухана салу. Бүгін отырысында айтып кеттік біздер. Біраз ақша бөлініп жатыр әрбір бағдарлама арқылы. Мысалы, біздің Ақбұлақ бағдарламасының шеңберінде 34 миллиард теңге бөлінді. Ол 168 ауылға ауызсумен қамтамасыз етуге. Жаңағы денсаулық сақтау бағдарламасы арқылы 27 миллиард бөлінді. Білім беру бағдарламасы шеңберінде 17 миллиард бөлініп жатыр. Жұмыспен қамту 20-20 деген жол картасы бар, онда 45 миллиард бөлініп жатыр. Біздің өңірлік даму бағдарламасында бөлімі бар, жергілікті өз-өзін дамыту деген. Ол арқылы 6 миллиард бөлініп жатыр биыл. Біраз ақша. Тек осы бағдарламаларда айтқанда 130 миллиардтай ақша бөлініп жатыр қаржы. Бірақ біздің басты мақсатымыз система жасау. Оның енді басын қостырып, мониторинг жасау. Сол үшін елбасымыздың осы өткен мартта өткен кәсіпкерлердің кеңесінде берген тапсырмасына сәйкес біздер ауылды жандандыру үшін жол картасы дайындадық. Бүгін үкіметтің отырысында соның презентация жасадық. Біріншіден, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ауылдардың жағдайын қазіргі айырмашылығын білу үшін біз ауыл елді мекендерді 4 топқа бөлдік. 4 топ. Біріншіден ол енді аудан орталықтары. Аудан орталықтары, мысалы қазір Қазақстанда 160 аудандар бар. Оның 119-ы ауылдар. Қалғандары қалалар болып есептеледі. Сол бүкіл аудандық орталықтарының аудандық орталықтардың дамыту бағдарламасы бар. Ол біздің стратегиялық жоспарларға кіреді. Бүкіл шаруалар ішінде жазылып тұр. Оларға біз қазір темейміз, оған қазір әңгіме бүгін оларда емес.
Екіншіден тіректі ауылдық мекендер. Тіректі ауылдық мекендер ол біздің болжамды схемасында бірінші рет жазылған. Иә, ол қазіргі ауылды дамыту үшін негізгі принцип болып табылады. Ол не деген біріншіден тіректі ауылдық елді мекендер? Көп ауылдар жаңағы аудандық орталықтардан өте қашық. 300, 100, 200 шақырымдай. Бір справка үшін бара алмайсың енді, әрине. Документ құжаттарды тапсырасың, 2 жеттен кейін тағы да келесің. Бірінші, осы тіректі ауылдық елді мекендер, олар қасындағы ауылдарға 15-20 шақырымдағы орталық болу керек. Аудандық орталықтардың рөлін ойнау керек. Онда бүкіл мемлекеттің сервистік қызметтерін беретін, қаржы, жаңағы шағын несиелерді беретін, ЗАГС, милиция, бүкіл нысандары болу керек ішінде. Екіншіден... Сөйтіп сіздер топқа бөлімісіздер ғой, Иә, сол екінші топ, тіректі ауылдық елді мекендер. Екіншіден, оның ішінде дамыған инфраструктура болу керек. Жолдар, әлеуметтік инфраструктура, жоғарғы мектеп, 12 жылдық, балабақшалар, жаңағы лицейлер, кәсіби, бүкіл цондар бәрін айтам. Ішінде бәрі болу керек. Адамдардың өмірінің сапасы қалаға жақындыру керек. Жалғастырайық, телефон сұрақ бар екен, қайта маған сұрап отыр. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Айта беріңіз. Уалейкум сәлем. Мен қояйын деп отқан, мына тыңдап отқан кешегі әңгіме бар, бүгінгі әңгіме бар кәсіпкерлік туралы. Ең ақсап тұрған өңір ешкімге де бұл белгісіз нәрсе емес, бұл ауыл шаруашылығы. 20 жылдың ішінде ауыл шаруашылығының өскен өнімдері бармақпен саусақпен санайтындай жағдай. Бар, ең ауыр мәселе ауыл шаруашылығында. Халық жұмыссыз отыр. Жер бос, жетім болып жатыр. Ода мен сұрағым бар еді, сіз қойдыңыз енді. Сондықтан да соған қояр сұрағым бар еді. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы туралы қандай жақын маңда жасайтын ойлары бар? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, жаңағы айтып отқан әлгі ауылда жол жасап жатырмыз, мектеп ашып жатырмыз, больница ашып жатырмыз деген ол керек сұрақ. Ол бірақ тікелей ауыл шаруашылығы министрлігінің істеп жатқан дүниесі емес, ол үкіметтің басшысының бастығымен істеліп жатқан дүние. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі істеу керек, халыққа сол жерге жұмыс тауып, біздің кең жатқан даладан қазіргі еттің құнын Европаға шығаратындай жағдайға жеткізу керек. Міне соған жасалып жатқан жоқ. Мен осыдан 15 жыл бұрын бергем ондай қағазды. Сіз кім боласыз, айтыңызшы? Мен өзім көп жыл директор болып істедім, 15 жыл. Совхоз директор ма? Бала кезінен жұмыстамын. Рахмет. Енді менің алдымда бүгін ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары емес қой. Жоқ, жауап береміз. Бірақ енді айтатын шығарсың, жауап береміз, сұрағына жауап береміз. Жақында ол мәселе енді анықталды ғой, агробизнес 2020 деген бағдарлама қабылданып. Бірақ ол бағдарламаның ең басты мақсаты ауылдардың индустриализациясын жасау. Ірі тауар кәсіпорын құру. Жаңа бірізде осы көрермен айтып жатыр ғой. Ең басты біздің мақсатымыз комплексно, инфрақұрылымды, бүкіл адамның жағдайын құру. Координация жасау. Мысалы, осы бағдарлама арқылы, агробизнес 2020 арқылы, ірі тауарлық өндірістер болмаса ауылда жұмыс болмайды. Жеке шағын кәсіпорын әрине жұмыс орын ашады, бірақ ол жұмыс орын бүкіл ауылдың самозанятый дейміз ғой. Оларға жетпейді әрине. Біздің тіректі ауылдық елді мекендерді методиканы жазғанда ең басты методиканың принципі ауылда ірі тауар өндірісі болу керек. Ірі тауар өндірісі болмаса, дұрыс жұмыспен адам қамту болмайды ішінде. Сондықтан осы бағдарлама өте негізінде қабылданған, өте керек бағдарлама. Агробизнес 2020. Бірақ бөтен проблема бар ауылда. Ауылға қаржыны жеткізу. Қазіргі уақытта банктар ауылдарға бармайды. Жоқ, салатын заты жоқ, қоятын заты жоқ. Кепілдің сапасы өте төмен. Біріншіден. Екіншіден, ақша беретін структура жоқ, шағын және орта бизнес жоқ. Сол біздің мақсаттарымыз. Қазір соны жеткізу, ақшаны ауылдарға жеткізу. Сіздер, мен түсінімше, қазір осыған байланысты мониторинг жасап жатсыздар ғой? Мониторинг жасап жатырмыз. Мониторингқа туралы арнайы форум жасадық.
сіздер өздеріңіз білесіңіз, әрбір ауылдың әкімі ол бірақ ол аудандық бюджеттің ішінде 15 бюджеттік бағдарлама бар. Сол бағдарламаның администраторы болып шығады ол. Ауылдың өзінің бюджеті жоқ қазіргі уақытта. Ол қазір біз тұжырымдама жасадық қой, жергілікті өз-өзін басқару туралы. Ол екінші этаптың сұрақтары қазір, сол тұжырымдаманың. Сол ауылға қалай қаржыны жеткізу, қандай инструментті қазір пайдалану керек. Қайда ол қазіргі біздің осы сұрағымыз. Жаңағы тіректі ауылдық елді мекендерде соны дамуымыз керек біздер. Жаңа мінекей өзің айтып кеттің, жұмыспен қамтамасу мәселесіне байланысты 45 миллиард ақша бөлінді. 45 миллиард. Осы отқа дейін көбісі жұмыссыз жүр. Осыған байланысты не істейміз енді үлкен мәселе? Ол деген жаңағы жұмыспен қамту бағдарламасында өздеріңіз білесіз, қайда жұмыс екен. Ол 3-6 ай жұмыс, ремонт жүргізеді, мектептердің, жолдың. Соған байланысты ремонт жүргізу уақытында жұмыс береді адамдарға. Содан кейін жұмыс. Енді тағы да бір басқа сұрақ қойайын, айналдырып келіп басқа бір сұрақ қояйын. Қазір ең бірінші бүгін сөйледі маған Бердібек Сапарбаевтың сөзін маған. Мен шынында да мынау Шығыс Қазақстан облыстарында андасында жиі барып тұрмын. Ана жерде бір 10 шақты үй, ана жерде бір 20 шақты үй, ана жерде бір 30 шақты үй, шағын ауылдар туралы бірдеме жасауымыз керек пе, керек емес пе? Осы мәселе көтеріліп жатыр ғой. Ол жерге қазір мінекей бәрі сұрайды, міндетті түрде су керек пе? Керек. Газ керек пе? Керек. Отын керек пе? Керек. Осының бәрін қалай жеткіземіз? Әлде бір басқа бір жоспар бар сіздің министрлікте? Жоқ, біздерде қазір шағын осы. Негізгі принципіміз былай ғой. Бүкіл ауылдарды потенциал бойынша біз 3-ке бөлдік. Жоғары, жоқ, ол бөлек әңгіме. Ол 4 топ. Ол 4 топқа кірмейді. Жоғары потенциал, орташа потенциал и потенциалы төмен ауылдар. Жоғары мен орташа потенциал олар республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттен қаржыландаймыз біздер. Олар ертең даму бар потенциал ауылдар. Мүмкін оларда ертең тіректі ауылдар болады ма, аудандық орталықтары болады ма. Олар даму, өсетін потенциалы бар ауылдар. Төмен потенциал ауылдар қазіргі уақытта оған ақша құруға, қайта өрлендіруге бөлінбейді. Тек мемлекеттік бойынша стандарттар көрсету үшін, қызмет көрсету үшін, ол біздердің міндеттеріміз. Тек соған бөлінеді ақша. Қазіргі адамның енді өмір сүру стандарты қазіргіде заманда қабылданған стандартпен сәйкес болу үшін ақша бөлінеді. Бірақ олар сол жағдайда қалады деп біз айта алмаймыз. Мысалы, бүгін интервью бергенде мен айттым, Мыңарал деген станция бар қазір. Оның потенциалы қазір төмен. Қазіргі уақытта. Бірақ қасында завод салынып жатыр цементный. Болашақта мүмкін потенциалы көтеріліп, орташа әлде жоғары болады. Ол біздің жұмысымыз қазір. Топтастыруын жасағанда дұрыстап система жасап, ертең қалай әрбір топқа қандай қаржы бөлінетін. Анаған кешен жоспар жасаймыз, мысалы, тіректі ауылдық мекендерге. Жоғары орташа потенциалдарға іс-шаралар жасаймыз. Бәрі министрлігі арқылы ертең кетеді. Біз қараймыз, оны қалай жасаған, қай жерден қаржы бөлінетінді, ол қаржы ертең жетеді ма? Үшін қарап, сосын, мысалы, тіректі ауылдық елді мекендерді біз өңірлік даму министрлігінің бағдарламасы, өңірлерді даму бағдарламасына биыл 1 желтоқсанға дейін бөлім болып енгіземіз. Арнайы бөлім болып. Қалғандары, жаңағы аудан орталықтар, мен айтып кеттім, өздерінің бағдарламасы бар. Мына жоғары орташа потенциал сол облыстық даму, облыстық аумақтары даму бағдарламасының ішіне бөлек бөлім болып іс-шаралар сонда енгізіледі. Тағы да сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло. Айта беріңіз. Алло. Саламатсыз. Мен мынау Жаңаөрған ауданынан Ағман Таңат деген мен де кәсіпкерлік ашқанмын. Сол маған электр энергиясы маған 3 жылдан бері әлі берілмей келеді. Сондықтан мен кәсіпкерлігімді дамытамай жатырмын. Осы инфрақұрылым бізге жеткізіліп беріледі дейді, бірақ барлық инстанциясында осы орындалмайды. Осыған қандай айта аласыз? Рахмет. Сізге енді кәсіпкерлікті құрсаңыз, инфраструктураны жүргізу жергілікті органдар міндетті.
солармен жұмыс істеу керек. Қандай аудан? Жаңақорған, Қызылорда облысы ма? Қызылорда облысы ғой деймін. Жақсы, біз сөйлесерміз. Жол, жаңағы жұмыспен қамту 20-20 жол картасында қазіргі бірінші бағытта ол жазылған. Бірінші бағытта емес, екінші бағытта жазылған ол. Мысалы, сіздер кәсіпорын құрсаңыз, соған ақша бөлінген инфраструктура жүргізу үшін. Енді тағы да менің сұрағым бар осыған байланысты. Менің бір өзім ұсынысым. Қазір мынау батыс Европа, батыс Қытай жолын салып жатырмыз ғой. Ауылды мекендерге жол бұрылмайды. Ертең бір жоспар бөлінеді. Соған байланысты тағы да жаңағы нелерді, механизмдерін бәрін алып келу керек. Неге қазір соны сізбеске? Ақшасын төлеп. Қайтшы осың бәрі. Жол туралы айтасың? Иә, жол туралы. Ауылда бір орта бір жол болса екен деген ойым ғой мен бір. Неге соны сізбеске? Баратта ауылдың қасында тіреліп кетіп қалады. Жоқ, ол былай ғой. Бағдарлама басқа екенін түсініп отырмын. Иә. Бірақ ана механизмдерін бәрін ертең алып келеді ғой. Ол шығын ғой тағы да дегенім ғой мен. Жоқ, біздің бағдарламамыздың ішінде жол туралы, мысалы біздің өңірлер дамыту бағдарламасының ішінде бағыттар бар. Ауылдың ішіндегі жол жасайтын. Қазір өзіңіз білесіңіз, жергілікті өз-өзін дамыту туралы заң қабылданды. Басқару жүйесі. Бүкіл бөлінген ақша қазір, мысалы, жұмыспен қамту 20-20 бағдарлама арқылы, біздің жергілікті өз-өзін басқару дамыту бағдарламасы арқылы, ол шешім қайда жұмсайтын адам өзінің жергілікті жиналысында, жиындарда шешеді. Жолға бөлеміз десе, жолға бөледі өздері. Қазір ондай әкімдердің ешқандай қатынасы жоқ оған. Адамдардың өзі шешеді заң бойынша, қазіргі жаңа қабылданған заң бойынша. Оны да жаңа Бақшын Әбдірұлы алып кетті ғой, айтып кетті ғой. Иә, дұрыс. Бүгін біз Астанада отырып басқармамыз керек қой деді ғой. Жергілікті әкімдер қараңдаршы деді ғой. Әрине. Тағы да бір айтайын деген, елбасы Қостанайдағы кездесуде біраз сын айтты. Соның үшін үкіметке де айтты. Осыған байланысты не айтасыз? Біріншіден, елбасының біздің министрлікті ашылғанда айтқан сөзі Нұр Отанда айтты. Министрлікті ашып атқаным, мен орталықтан, бірінші міндеті министрліктің, орталықтан жергілікке өкілеттерді беру. Ол біздің міндеттеріміз. Біздер олардың орнына жұмыс істемейміз, жергілікті органдардың орнына. Ол әкімдердің міндеті. Жаңа бүгінгі қойып атқан сұрақтар, ол әкімдердің міндеті. Ақпарат беру азаматтарына. Ал осыған байланысты енді Досаев мырза да сөйледі. Жаңағы қаржы министрі Болат Бедахметұлы да сөйледі. Ал енді осылар сіздің қолдай ма сіз ұсыныстарыңызды? Әрине. Мен түсінімше бүгін Ерболат Досаев сөйлеген кезде айтты, үкімет басшысына қарап, Серік Рахметұлы, сіздің қолдауыңыз керек деп. Себебі мына мемлекеттік органдар кейбір құзыреттерін жергілікті облыстағылар ауылға бермей жатыр. Жоқ, қазір ауылдарға қосымша 67 құзырет берді. 67. Ал штат жоқ бүгінгі күнде, жетпейді ал. Айтып кетті бір сөзінде қазір 40 мың халқы бар ауылды мекендерде штат болу керек, ең кемінде 18-20 адам болу керек. Дұрыс айтасыңыз. Олар 11 адаммен отыр қазір ал. Дұрыс айтасыңыз. Ол жергілікті енді әкімдердің міндеті ғой беруге. Біз орталықтан жергілікке 5400 адам бердік. Бердіңіздер, да? 5400 адам бердік. Енді құзырет берсек, адамды қалай бермейміз? Кім жұмыс істейді? Сол құзыретті кім көтереді? Сол үшін 5400 адам бердік. Енді ол адамды ауылдарға дейін жеткізу керек штаттарын. Дұрыс айтады, жаңа көтерген Ерболат Аскарбековичтің да айтқаны дұрыс. Оны енді әкімдер атқару керек ол жұмысты. Ал мына Бердібек Сапарбаевтың берген ұсыныстарына қалай қарадыңыз сіздің министрлік? Әрбір районның, әрбір ауылдың анализін бір істей алмаймыз. Ол енді әкімнің міндеті істеуге. Біз айтып кеттік қой, 4 топқа бөлдік. Мына, мысалы, тіректі ауылдық елді мекендерді кешен жоспар жасаймыз. Кешен жоспарды жасайтын енді өзінің әкімі өз жасайды оны. Біз тексереміз ертең, қараймыз. Қолдаймыз, ертең қаржылдаймыз. Сержан, маған сұрақта, қолжетті баспананы ауылға жеткізсек пе деген ұсыныс берді. Одан кейін шекара жанындағы ауылды мекендерді кішкене көтерсе деген ұсыныс берді. Шекара деген ол бөлек әңгіме.
бөлек тапсырма бар, елбасының жолдауында берген. Қазір біздер кешен жоспар дайындап жатырмыз. Мен жұмыс тобын басқарып жатырмын өзім. Бар екен ғой. Осы ноябрьде, октябрьде кіргіземіз. Оған жаңағы Бердібек Машбековичтің айтқанда шығысқа жаңағы өте үлкен мәселелер ішінде қазір. Ал қолжетімді баспана ауыл жерге? Сұрақтар өте көп. Қажет пе? Қолжетімді баспана ауыл жерге қажет пе? Оны да көтерді ғой Бердібек. Оны қазір айта алмаймын. Оны ертең кешен жоспарлары дайындалған кейін қарайық, ішінде не жазатын олар. Біраз әңгіме айта алып жатыр қазір. Рахмет сізге, рахмет. Бүгін көкарастың қонағы болған Қазақстан Республикасы өңірлік даму вице-министрі Серік Жұмағарин. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Сізге көп рахмет. Рахмет сізге де. Көп рахмет.